Ырза Асыл Түлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі табысты ауыл шаруашылық кәсіпорны болып саналады. Мал шаруашылығы мекемесі Қызылорда облысының Қазалы ауданына қатысты Әйтеке би қаласында орналасқан. Оның ерекшелігі жоғарғы сапалы сүтті бағытындағы Голштина Фриз тұқымды ірі қара малын өсіруінде. Бұл жерде Ырза Асыл Түлік мекемесі сүт бағытындағы сиырлармен айналысамыз. Голштинский Фриз деген тұқым қарала түсі. 2010 жылы біз осы Венгрия қаласынан сиыр әкеліп, осы ашылып, қазір сүт бағытында етпен айналысамыз. Мал бағу үшін кәсіпорында барлық жағдай жасалған. Сиыр қоралары, мал төлдейтін бөлім, автоматтандырылған сауын залы, егістік және жайылымдық жерлер бар. Ең бастысы 60 адамнан құралған білікті мамандар тобы. Олар маңызды өндірістік мәселелерді шешуге жауапты. Бұндай ірі сүтті жобаның іске асуына аграрлық несие корпорациясы септігін тигізді. Ырыс несие беру жобасының көмегімен шетел аналық сиырын, ал қарапайым заттар экономикасы жобасының арқасында арнайы жабдық сатып алды. Былтырлары біз сол Германия мемлекетінен 300 бас сиыр АКК мекемесімен біз осы ақшалып қаржыландырып осы сиыр әкелдік. Қазірге таңда ол 300 басымыз жақсы, барлығы жерсініп, қазіргі осы өзіміздің Қазалы елді мекеніне, ауасына, жемшөбіне үйренісіп, қазіргі таңда барлығы туып болды. Сүті жақсы, 27 литрден сүт саудық, майлығы 3-6. АК мекемесіне рахмет, қаржылай көмектесіп жатыр біздерге. Сөйтіп елге, халыққа қызмет жасап жатырмыз. Сүтпен, таза өніммен, қауіпсіздік өніммен қамтамасыз етіп жатырмыз.